Қайырлы күн. Әлихан Бөкейхан университеті, заң факультеті, азаматтық құқықтық пәндер кафедрасының аға оқытушысы, PhD доктор Нұрекеш Талап Қайратұлы. Бүгінгі пән отбасы және мұрагерлік қатынастарды құқықтық реттеу. Сабақтың тақырыбы неке қиюдың шарттары және тәртібі, немесе ерлі зайыпты болудың шарттары мен тәртібін қарастыратын боламыз. Бүгінгі дәрісте қарастырылатын негізгі сұрақтар: бірінші неке қиюдың шарттары, яғни ерлі зайыпты болудың шарттары; екінші неке жасы; үшінші араларында неке қиылуына жол бермейтін адамдар; төртінші некеге отыратын адамдарды медициналық зерттеп қарау; бесінші неке қиюдың тәртібі. Осы сұрақтар бойынша біз бүгін барлық сұрақтарды талдап қарастыратын боламыз. Біріншіден, бізде мына неке және отбасы кодексінің 9-шы бабында неке қиюдың шарттары реттелген. Бұнда біз неке қию бұл некеге отыратын ерлі зайыптылардың, яғни еркек пен әйелдің ерікті әрі толық келісімі және олардың неке жасына толу қажет болады. Енді осы неке және отбасы кодексінің 11-ші бабында бізде араларында неке қиылмайтын адамдардың көрсетілген. Бұндай адамдардың арасында неке қиылмайды. Оған біз қазір тоқталатын боламыз жеке. Енді неке және отбасы кодексінің 10-шы бабына сәйкес бізде неке жасы еркектер мен әйелдер үшін 18 жас болып табылады. Бірақ дәлелді себептер болған кезде мына мемлекеттік тіркеу органдары бойынша тіркеуші органдарға өтініш жазу арқылы 2 жылдан аспайтын мерзімге неке жасын төмендете алады. Ол қандай себептер? Біріншіден жүктілік болған кезде, екіншіден ортақ бала туған кезде. Әрине бұл жерде некеге отыруға тілек білдірушілер және олардың ата-аналары, қамқоршылары белгілеген неке жасын төмендету қажеттілігі туындайтын себептерді көрсетіп отырып, неке жасын төмендету үшін өтініш жазады. Неке жасын төмендетуге тек қана некеге отырушылардың келісіммен ғана жол беріледі. Және осы некеге отыру үшін неке жасына толмаған ерлі зайыптылардың біреуінің ата-аналарының рұқсаты міндетті түрде керек болады. Енді араларында неке қиылуына жол бермейтін адамдар бар. Бұл мына неке және отбасы кодексінің 11-ші бабында. Біріншіден, бұл бір жынысты адамдардың арасында неке қиылмайды. Екіншіден, олардың біреу болса да басқа тіркелген некеде тұратын болса, ол жаңадан некеге отыра алмайды. Сондықтан ол бұрынғы тіркелген некесін бұзып, бұзылғандығы туралы куәлік алып келгеннен кейін ғана жаңадан некеге отыруға құқығы бар. Үшіншіден, жақын туыстардың арасында. Төртінші, бала асырап алушылар мен асырап алған балалардың арасында неке қиылмайды, және асырап алушылардың балалары мен асырап алған балалардың арасында неке қиылмайды. Өйткені бұлар арасында туыстық қатынастар пайда болады, яғни бұлардың арасында неке қиылуына заң бойынша тыйым салынған. Содан кейін соттың заңды күшіне енген шешімі бойынша олардың біреу болса да психологиялық ауруы немесе ақыл есі кемдігі салдарынан әрекетке қабілетсіз деп танылатын болса, бұндай адамдардың арасында неке қиылуға жол берілмейді. Енді некеге отыратын адамдарды медициналық зерттеп қарау, бұл осы неке және отбасы кодексінің 12-ші бабында некеге отыруға тілек білдірушілерге медициналық, сондай-ақ медициналық генетикалық мәселелер бойынша, репродуктивтік денсаулығы бойынша консультация алып, зерттеп қарауды денсаулық сақтау ұйымдары тек қана олардың келісімімен ғана жүргізеді. Және некеге отыратын адамдарды зерттеп қараудың нәтижелері медициналық құпия болып табылады, және осы неке қиюға ниеттенген адамдардың зерттеп қараудан өткендігі туралы олардың келісімімен ғана хабарлану мүмкін. Енді бізде неке қиюдың тәртібі. Бұл неке және отбасы кодексінің 13-ші бабында реттелген. Некеге отыратын адамдардың тікелей қатысуымен
тіркеуші орган арнайы мемлекеттік неке сарайларында немесе тіркеуші органдарда некені тіркейді. Сондықтан некеге отыруға ниет білдірген адамдар міндетті түрде екеуі бірдей қатысу керек. Некені тіркеген кезде бізде сенімхат, өкіл арқылы тіркеуге заңда тыйым салынған. Сондықтан некеге тұруға ниет білдірген адамдардың біреуі тіркеуші органға келе алмайтын айрықша жағдайлар болған кезде, мысал айтқанда, ауыр науқастығы, жүріп тұруына байланысты, мүгедектігі, күзетпен ұстау немесе бас бостандығынан айырылған жағдайда некені қиюды сол мекемеге барып, оның басшысымен келісе отырып, сол мекемеде қиылады. Ал енді некеге отыруға тілек білдірушілер тіркеуші органға некені қию үшін өтініш берген күннен бастап 15 күн өткен соң жүргізіледі. Неке қиюды мемлекеттік тіркеу орны бойынша тіркеуші орган құжаттармен расталған дәлелді себептер болған кезде бұл мерзімді қысқартады немесе ұзартады. Енді айрықша мән жайлар дегеніміз бұл жүктілік, бала тууы, тараптардың біреуінің өміріне қауіп төнуі және басқа да айрықша мән жайлар болған кезде некені қиюды мемлекеттік тіркеу некеге отырушылардың қалауы бойынша өтініш берген күні жүргізілуі мүмкін. Неке қиюды мемлекеттік тіркеу неке және отбасы кодексіне белгіленген тәртіппен жүргізіледі. Некеге отыруға тілек білдіруші адамдар не олардың біреуі, сондай-ақ олардың заңды өкілдері тіркеуші органның неке қиюды мемлекеттік тіркеуден бас тартуына Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен шағым жасауы мүмкін. Енді мына некеге отыруға өтініш беру бізде оны азаматтық хал актілерін тіркейтін органдарға барып беруге барады және егоп.кз порталы арқылы онлайн қызметін алуға болады. Бірақ онлайн қызметін барлық азаматтар алуға мүмкіншілігі жоқ. Онлайн қызметін тек қана 18 жасқа толған, алғаш рет некеге тұратын және балалары жоқ Қазақстан Республикасының азаматтары ала алады. Егерде онлайн қызметін алған кезде бізде ЕЦП кілті болу керек және порталда тіркелу керек. Бұл жерде құжаттар талап етілмейді. Оған төленетін айлық есептік көрсеткіш бойынша төленетін соманы онлайн режимде кез келген банктың карточкасымен төлеуге болады. Одан кейін тіркелген күнге дейін 15 күн бұрын беріледі. Қабылданған күн мемлекеттік қызмет көрсету мерзіміне кірмейді. Ал енді барып беретін адамдар о жерде өтініш жазады. Өтініш берушілердің екеуінде жеке куәлігі қажет болады. Мемлекеттік бажды төлеу туралы түбіртек. Егер өтініш берушілердің біреуі қайта неке қиятын деп жатқан болса, онда неке бұзу туралы куәлікті апару керек. Содан балалардың туу туралы куәлігі бар болса егер апару керек. Содан кейін шетелдіктер қосымша жеке басын куәландыратын құжаттар және некеге құқықтық қабілеттілігі туралы анықтаманы ұсыну қажет болып табылады. Назарларыңызға рахмет.